Барлықтарыңызға күннің қайырлы болуын тіледім. Бүгін сіздерге сүтті қыз тортының рецебін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқамен қоюландырған сүт қажет болады. Қант қосылған дегенін алыңыздар міндетті түрде. Три желание немесе айналайын болғаны жақсы, себебі бізде олар қою болып тұрады. Сол кезде қамырларыңыз жақсы болып шығады. Жұмыртқамен қоюландырған сүтімізді жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқа массамызға құрғақ өнімдерді саламыз, яғни менде бұл жерде ұн мен қопсытқыш бар. Електен өткізіп алғандарыңызда жақсы болады. Енді екеуін бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қоюлықта шығу қажет. Бізге енді пергамент қағаз қажет болады. Мен неопокланды қолданамын. Сіздерге де кеңес етемін. Қамырларыңыз жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Енді бізге диаметрін өлшеп сызып алу керек. Карандаштың көмегімен өзіме көрінетіндей етіп қана сыздым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Енді сызып алған формамызға қамырымыздан салып орналастырып шығуымыз керек. Мен әрбір пергаментке 2 ас қасықтан салдым. Менде диаметрі 22 сантиметр. Пышақтың немесе қасықтың көмегімен осылай біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Енді қамырымызды қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Қамырлар пісіп шыққан соң осылай жайып қойғандарыңыз жөн болады. Олар жабысқақ болып келгендіктен бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Торт әдемі тегіс шығу үшін мен шеткі бөліктерінен осылай кесіп тастадым. Ол үшін мен осылай торт жинауға арналған дөңгелекшені пайдаландым. Енді ол мүмкіндік болмаса, олай істемей қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сливкиді алып, осылай ашып аламыз да, барлығын қозғап шығамыз. Өйткені қоюлығы түбінде қалып қоюы мүмкін. Міндетті түрде салқын болу керек кілегей, және де 33%-дан кем болмау керек. Менде 34%. Жақсылап қозғап шығамыз. Енді кілегейіміз ыдысқа құйып, миксерлеп бастаймыз. Кілегейімізді бірнеше минут миксерлеп алғаннан соң үстінен творожный сыр саламыз. Жалпы үйде істейтін болсаңыздар, творожный сыр қоспай қойсаңыздар да болады. Және де үстінен қант ұнтағын саламыз. Енді барлығын жақсылап қоюланғанға дейін миксерлеп аламыз.
Кремді араластыру барысында миксердің жылдамдығын әрбір минут сайын жоғарылатып отырыңыздар. Міне бізде крем дайын болды. Міне осындай қоюлықта болу керек. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен осындай кальцияды жинаймын. Сол кезде тегіс әдемі болып шығады. Жалпы кальция жоқ болса, жай жинай берсеңіздер де болады. Әрбір қатарына мен 2 ас қасықтай крем салып отырдым. Соны тегістеп жағып, келесі қатарына көшетін боламыз. Менде 10 дана қамыр шықты. Барлығын осылай жинап шығатын боламыз. Бұл менде соңғы қатар бетіне де крем жағып, жарты сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Сіздер кальцияда емес жай жинасаңыздар, шеткі жағына да крем жағып, жарты сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қоясыздар. Жарты сағат өткеннен соң кальциядан босататын боламыз. Ол үшін осылай жандарын пышақпен жүріп өтемін де, содан соң кальцияны шешіп алатын боламын. Енді шеткі бөлігімен бетіндегі кремдерді тегістеп шығатын боламыз. Енді тортымызды әрлеуге көшетін боламыз. Мен вафельная крошка пайдаландым. Және де оны өзім пісіріп шыққан болатынмын. Бұйырса, оның да рецептісін салатын боламын. Каналға тіркеліп, қарап жүріңіздер. Жалпы тортты әсемдеу өздеріңіздің фантазияларыңызға, өздеріңіздің еріктеріңізге байланысты. Үйлеріңізде қандай зат болса, сонымен әсемдей берсеңіздер болады. Осылай біркелкі етіп орналастырып шыққаннан соң, менде азғанда крем қалған болатын. Сонымен кішкене гүл тәріздес етіп орналастырып шықтым. Тортты толықтай жинап болғаннан соң, тоңазытқышта 5-6 сағат көлемінде немесе бір түнге қалдырып қойсаңыздар, кремі сіңіп, өте нәзік, жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Соны ескергендеріңіз жөн. Міне біздің тортымыз дайын болып шықты. Жасап көріңіздер.
Қазір тортты кесіп ішкі бөлігін көрсететін боламын. Шынымды айтсам, отбасымдағы адамдардың барлығына ұнады. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Міне, іші осындай 10 бөліктен тұрады, өте биік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.